Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше болып шығатын құймақтардың жасалу жолын ұсынамын. Құрамына сәбіз қосылып жасалады, жылдам дайындалады. Құрамына қопсытқыш, ас содасы қосылмайды. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын құймақтарды сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, сүт, сәбіз, жұмыртқа, сұйық май, ванилин, тұз және қант. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен шикі сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. Қантты саламыз. Сұйық майды құямыз. Тұзды саламыз. Ванилинді саламыз. Еліктен өткізілген ұнның барлығын саламыз. Оның үстіне жылы сүтті құямыз. Барлығын біркелкі масса болғанша блендермен езіп шығамыз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Құймақтың қамыры дайын. Қақпағын жабамыз, бөлме температурасына 20 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте құймақ пісіретін табаны қатты отта қыздырып аламыз. Сонан соң табаға сармай жағамыз. Сармайды алғашқы құймақ пісіретін кезде жағамыз, ары қарай жақпаймыз. Құймақтың барлығын қатты отта пісіреміз. Дайын болған құймақтардың бетіне бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды жағамыз. Сармай жақсаңыздар жұмсақ, одан әрі дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Барлық құймақтарды осы әдіспен пісіріп аламыз. Мінекей достар, сәбізден жасалған өте дәмді құймақтарымыз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін құймақтарды сіздер жасап көріңіз. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан. Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді бал қосылған құймақтың жасалу жолымен бөлісемін. Құрамына қант қосылмайды, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін қош иісті болып шығатын құймақты сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: жылы сүт, ұн, бал, жұмыртқа, сұйық май, тұз және ас содасы. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң балды саламыз. Мендегі табиғи бал. Ас содасын саламыз. Тұзды саламыз. Келесі кезекте сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Енді жылы сүт құямыз. Араластырамыз. Сонан соң еліктен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Мінекей достар, дайын. Видеодағыдай сұйық болып шығады. Келесі кезекте құймақ пісіретін табаны қатты отта қыздырамыз. Аздап сұйық май құямыз. Жан-жағына жағып шығамыз. Қамырды табаға құятын кезде араластырып барып құямыз. Құймақтың бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Қаласаңыз піскен құймақтың бетіне сармай жақсаңыздар болады. Барлық құймақтарды осы әдіспен пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, қош иісті құймақтарымыз дайын. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін құймақты сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан. Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді картоптан жасалған құймақтың жасалу жолын ұсынамын. Таңғы асқа қаймақпен ұсынсаңыздар өте жақсы үйлеседі. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы рецепт қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар.
Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен картопты жұқалап турап аламыз. Сонан соң пиязды жұқалап тураймыз. Оның үстіне сарымсақты саламыз. Барлығын блендермен еземіз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне сүт құямыз. Тұзды саламыз. Қара бұрышты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді електен өткізілген ұнның барлығын саламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Сонан соң қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Құймақтың қамыры дайын. Енді табаға аздап сұйық май құямыз. Сұйық майды алғашқы құймақты пісіретін кезде жағамыз, ары қарай жақпаймыз. Табаны қатты отта қыздырып аламыз. Табаға қамырды құятын кезде араластырып барып құямыз. Барлық құймақты осы әдіспен пісіріп аламыз. Құймақты қаймақпен немесе соуспен ұсынсаңыздар өте жақсы үйлеседі. Мінекей достар, өте дәмді картоп қосылған құймақтарымыз дайын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін құймақты сіз де жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан. Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын құймақтың жасалу жолын ұсынамын. Жасалуы оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, жұмыртқа, айран, су, сұйық май, тұз, ас содасы және қант. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы айранды құямыз. Сонан соң ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасына 5 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантты саламыз. Тұзды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Алдын ала електен өткізілген ұнның барлығын саламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Ендігі кезекте қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын, видеодағыдай сұйық болып шығады. Қамырымыз дайын болғанда құймақтарды бірден пісіруге тырысыңыздар. Енді құймақ пісіретін табаны жақсылап қатты отта қыздырып аламыз. Бірінші құймақты пісіретін кезде табамызға аздап сұйық май жағамыз. Келесі құймақтарға сұйық май жақпаймыз. Құймақтарды жоғары отта пісіреміз. Құймақтар бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Қаласаңыз піскен құймақтардың бетіне сары май жағып отырсаңыздар болады. Қамырды табаға құяр кезде араластырып барып құямыз. Құймақтардың барлығын осы әдіспен пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын құймақтарымыз дайын. Жасалу жолы өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.